Сәлем достар, бүгін біз Telegram ботты жасайтын боламыз. Біздің Telegram ботымыз бұл математикалық амалдарды орындайтын көмекші құрал ретінде қолдануға болады. Мысалы, мен осы жасап қойған ботымды көрсетейін. Мысалы айтайық, 1, 2, 3 қосылған 35 тең. Сонда бұл есептеп беріп отыр. Бұл деген сөз мен алдымен көрсетейін менюда. Екі түрлі меню бар, яғни команда. Бірінші сәлем. Сәлем досы, мен қарапайым математикалық амалдарды есептей аламын. Ол үшін әрбір амал соңы теңмен аяқталу керек. Мысалы, 12 көбейтілген 34 тең. Сонда ғана мен дұрыс жауап бере аламын. Басқа жағдайда амал жазу қате, немесе берілген жазудағы символдарды санап беремін. Бұл деген сөз, мысалы, негізгі атқаратын қызметі, яғни амалдар қосып азайту немесе көбейту деген сияқты. Мысалы, осыны тең шығардым, бірден шығарып береді. Немесе бұдан басқа жақшалармен де істеуге болады. Мысалы, осындай бөлінген оның дәрежесі тең, иә, мысалы. Қарап отырсаңыздар, бұны да шығарып беріп жатыр. Тіпті кейбір математика, Python тіліндегі математика амалдарды қосып шығарып бере алады. Мысалы айтайық, факториал деп айтайық. Факториал, оның факториалы. Қарап отырсаңыздар, бұл тез шығарып беріп отыр. Немесе sqrt, яғни түбірасты деп айтамыз ғой, түбірасты. 25-тің түбірастысы біз білеміз, ол 5. Осы сияқты математика амалдарды тез жылдам шығарып беріп отыр. Егер сіз мысалы арасында осылай жазып пробел былай жазатын болсаңыздар, ол кезде бұл қате қылып шығарып береді. Қате болғанда да, яғни бұл амал екен көріп тұр, бірақ дұрыс емес екен көрсетіп тұр. Екінші атқаратын қызметі бұл символдарды санап беру. Мысалы айтайық, мына бір тексттің ішінде S деген 1 рет кездессе, D деген 5 рет, J деген 6 рет, осы сияқты символдарды санап беріп отырады ретімен. Енді бұны қалай істейміз? Алдымен осындай сияқты бір ботты істеу үшін сізде біріншіден Telegram аккаунтыңыз болу керек. Кейін Telegram аккаунтында мына жерге bot phasor дегенді басатын болсаңыздар, ең біріншісі bot phasor деген, осыны басатын болсаңыздар, сіздер бұл боттардың әкесі, яғни аударатын болсаңыздар, бұл боттардың басшысы деп айтайық, ең боттардың басшысы. Сол үшін сіз осындай аккаунт көрген кезде мына жұлдызшасы бар, яғни ресми екен. Осыны старт деп басатын болсаңыздар, сізде командалардың тізбегін береді. Ол командалар тізбегі бойынша сіз мысалы өзіңіздің ботыңызды көре аласыз. Мысалы мен өзімнің қазіргі бар ботымды көре аламын. Бұл мен әзірше қазробот деген бағанағы математикалық көмекші ретінде осы қазроботты жасалған. Енді жаңадан бір ботты құрайық. Ол үшін new bot дегенді басасыз. New botты басатын болсаңыздар, мына жерге жалпы new bot екен жазасыз. Мысалы мен үздік бот деп жазайын. Үздік бот деп шығарайын. Бұл жерде бір алдын ала тексеріп алады, сіз қаншалықты білетініңізді. Сол үшін мен сізге осы дұрыс осындай сияқты жазу керек. Tetris bot немесе Tetris bot деген сияқты. Сол үшін мен осы үздік бот дегенді әдеміреп жазайын. Енді сіз қазір сізде лезде бұл сіздің ботыңыз құрылды. Қарап отырсаңыздар, мына жерде қызылмен белгіленген бұл сіздің кілтіңіз, яғни осы ботқа доступ ретінде бару үшін. Мына ссылканы бассаңыздар, мынандай бір келеді. Бұл жерде егер стартты басатын болсаңыздар, бұл ешқандай да бір қызмет әзірше атқарып отқан жоқ. Себебі сіз ешқандай да бір команданы немесе бір атқаратын қызметтерін көрсеткен жоқсыз. Енді ол үшін сізге орнату керек. Мен бұны ботты Python тілінде жазатын боламын. Осы видеоның ссылкасына көрсетем, нерде қадамдармен жазылған. Мысалы, бірінші аккаунтыңыз болу керек, кейін сіздің, яғни start, new bot, мысалы мен үздік бот деп жаздым, өзім линк ссылкамен бардым, және мына қандай да бір кілті болды. Бұл енді өзгере береді. Бұл мен әзірше тура сәйкес келеді деп ойламаймын енді. Енді қарап отырсаңыздар, мына боттың өзін бірнеше өңдейік. Мынау неге бармай тұрып, әлі Python тіліне бармай тұрып, өңдеп алайық. Ол үшін қайтадан bot phasor ішіне кіреміз де, мына жерде менюді басқан кезде my bots'тың басып, мына жерде үздік ботқа кіріп, осы жерде edit ботты басатын болсаңыздар, яғни өңдеуге. Қарап отқаныңыздай, мына жерде description, about, bot, pick және command дегендердің бәрінде no или бос болып тұр. Мен бұл жерде мына екеуін ғана назар аударайын. Bot pictures, яғни bot pictures деген сөз, ол мына логосына, лого деп айтамыз ғой енді. Соған
сурет қояйын. Мен алдын ала бір сурет дайындап қойдым. Енді осы жерге іл дейді. Ол үшін мынаны басқаннан кейін мына жерге суретіңізді көрсетсеңіз болады. Қай жерде отырған, оны мен көрсетіп қоямын. Мынандай бір боттың суретін қойдым. Бұл сол кезде сізде автомат түрде бірінші бұл қарап отырсаңыздар, мына жерде үздік бот өзгеріп отыр. Мысалы, аты мына жерде өзгерді. Бұл жерде аты емес, бұл жерде суреті өзгерді. Енді сіз әрі қарай осыны өңдесеңіздер болады. Енді мен қарап отырсаңыздар, мына жерде мысалы меню бар. Меню. Менюді басқан кезде, мысалы new bot, осындай бірнеше бір командалардың тізбегін құрсақ болады. Ол үшін қайтадан мой ботсқа кіресіз. Боттың осы өзіңіздің соңғы құрылған үздік бот болса, соған таңдап, осы жерде edit bot. Енді бұл жерде қарап отырсаңыздар, edit commands деген басасыз. Бұл жерде бұл меню жазылу реті мынандай, мысалы, не жерге мен сәлемдесу деп айтайын бұны, сәлемдесу. Және немесе бір рет қана enter басатын болсаңыздар, мына жерде мен бір ғана меню бар. Бұл бассаңыздар, былай басатын болсаңыздар, мына жерде міне сәлемдесу деген шығып отыр. Сізге біреу емес бірнеше керек болатын болса, онда қайтадан сіз осы edit командасына басасыз да, осы жерге көрсетесіз. Бірақ ол кезде сіздер enterмен емес, сіз shift enterмен басу керек болады. Себебі enter басатын болсаңыздар, ол біттім деген сияқты көрсетеді. Сәлемдесу, мен леп белгіні 3 рет қойын, өзгертіп жатқан. Info деп қойын, бұл ақпарат үшін деп. Ақпарат үшін. Және help деп жазайын енді. Көмекші. Enter басатын болсаңыздар, мені success command. Сонда қарайтын болсаңыздар, үздікті мен басатын болсам, сонда үшеуі де мені сәлем деген сәлемдесу. Үшеуі info ақпарат жағыны 3 түрлі команда бар. Бірақ әзірше бұл бассаңыздар да ешқандай да бір қызмет атқармайды. Себебі біз әлі кодты жаза қойған жоқпыз. Мен осы видеоның төмен жағында ссылка бойынша егер кіретін болсаңыздар, алдын ала кодты жазып дайындап қойдым. Яғни міне төмен жағында мынау ссылканы басатын болсаңыздар, жалпы төмендегі, егер осы қадам бойынша істеп келсеңіздер болады. Осыны жалпы көшіріп алып барлығын. Көшіріп алсаңыздар, осыны өзіңіздің питонын егер бірінші алдымен локальный, яғни өз компьютеріңізге орнатып көрейік. Яғни бұны ол жерге орнату үшін жаңадан ашайын, ол жерге сақтап. Бұл жерде тек қана өзгертетін нерде токен деген нәрсе бар. Токен деген сөз бағана сізге айтқанымдай ол адресіңіз. Оны егер сіз есіңізге шығып кетсе, онда сіз қайтадан барып, бот фазаның ішіне кіріп, не жерге mybots дегенге басасыз да, үздік ботты басады, яғни менің соңғы құрған, яғни API токен. Осыны көшіріп алсаңыздар болады. Мынаны 2 рет бассаңыздар, мына үсті жағында copy деп жазады. Осыны басып өшіріп қойсаңыздар болады. Сақтап, осыны сақтап алыңыздар. Сақтайтын мысалы, бұл енді біздің mytem бот болсын, үздік бот бола берсін, үздік бот. Және паймен сақтаңыздар өзіңіздерің үшін. Енді сіздер бұл құрып алыңыздар. Сізде қазір, егер мен басатын болсам, сізде қате болуы мүмкін. Сол үшін сіздер алдымен өзіңізде виртуалды машинаға құрып алып, соған жүктеңіздер. Ол үшін сіздер командный строкада сіздер мысалы енді мен Python 3 болғандықтан Python 3-ті орнатайын, install. Осыны ашқаннан кейін сіздер міндетті түрде мен файлда ашатын болсаңыздар, мына жерде файлда қарайтын болсаңыздар, мен бәрінің көрсетіп өткем. Осы жерде Python мынаны көшіріп алып 10-шы қадамды. Өйткені біз мынаның бәрін істеп бітірдік деп есептейік. Енді осыны басып, мына жерге. Бұл деген сөз не? Бұл деген сөз сіз жаңадан бір виртуалды машинаны құрасыз. Мұны виртуалды машина құрды. Енді соған сіз доступ, яғни мынаны көшіріп алсаңыздар, болды. Осыны көшіріп қояды. Бұл деген сөз сіз сол неге кіресіздер. Қарасаңыздар, мынада env деген environment деген сөз, яғни сіз не жерде құрдыңыз, соған кірдіңіз, қазір соның ішіндесіз. Егер бұның ішінде қандай да бір командалар бар, командалардың тізбегін көретін болсаңыздар, жалпы freeze деп басатын болсаңыздар, бұның ішінде әзірше ешқандай да бір орнатылмаған. Сол үшін сіздер осы environment, осы машинаның ішінде, яғни локальный машинаның ішіндегі осы environmentке орнатасыздар. Ол үшін сіздің негізгі орнатуыңыз керек, ол pipe
install оны да сіз мына жерге көшіріп қойған, міне pipe мына жер осыны көшіріп алып мына жерге қойсаңыздар болады. Қойсаңыздар, міне автомат түрде оны өздеріне скачать етіп, көшіріп және бітіреді. Енді сіздер осы қай жерде екен көріп алыңыздар. Мынау сізде мысалы қай жерде сақталған, осының сақталуын біліп алыңыздар. Мынау бұл білменде мен документтің ішінде сақталған екен. Осыны сіз документтің ішіне кіру үшін мынау SD, яғни мен документтің ішіне кірейін. Қарап отырсаңыздар, мен кірдім. Енді осының ішіне үздік бот деген бар. Ол үшін мен жай ғана Python 3 деп басып, үздік bot.py-ды бассаңыздар, жалпы. Сол кезде мына жерде жүктелді. Сонда енді қарап отырсаңыздар, мынау сіздің бағанағы сәлем үздік бот дегенді мен басынан басып, осы жерде сіздің мынау барлығы жүктелген, яғни мына жерде жүктелген сәлем досым, мынаның бәрі сізді сообщение, яғни сәлемдескен кезде шығады, және мынау есептейтін кезде барлығы шығарып отырады. Сіздер жалпы осыны ешқандай бір қателік, тек қана мына жерде ғана өзгертуді жасап қойсаңыздар да ғана болды, ары қарай шығарып бере береді. Сол сияқты мысалы амалдарды да қарап көріңіздер. Міне шығарып тұр. Немесе мысалы бөлу 5-ке тең. Қарап көрсеңіздер де міне шығарып жатыр. Тіпті мен айтқандай факториал дегенді 5-тің факториалы қарап отырсаңыздар, оны да маған шығарып беріп жатыр. Енді сізде барлығы дұрыс шықты, барлығы дұрыс. Бірақ сіздер әрдайым мынау қосылу тұру міндетті болып тұр. Өйткені сіз егер қазір компьютерді өшіретін болсаңыздар, бұл істемей қалады. Яғни айтпағым, сіздер мынау терминал, сіз мынаны өшіретін болсаңыздар, сіздің ботыңыз істемей қалады. Мысалы айтайық, қосылған тең. Өшіп қалғаннан кейін сізде істемей жатыр. Сол үшін сіздер бұны әрдайым қосылып тұратын серверге жүктеу керек. Ол үшін мен және мынау ссылканы көрсетіп қойдым мына жерге. Мынау сайтқа кірсеңіздер, төмен жағында міне Python Anywhere деген сайтқа кіріп, осы жерге көшіріп қойсаңыздар, сіздерге жаңадан бір Python Anywhere деген сайтқа кіреді. Сіз бұл осы жерде sign up, яғни үсті жағында, енді мен көрмей жатқан жер. Үсті жағында pricing and sign up'ты басыңыздар. Осыны бассаңыздар, create beginner account, яғни жаңадан бір аккаунтты құрасыздар, тегін. Бұл жерде өзіңіздің аты жөніңіз жаздым, яғни өзіңіздің аты жөніңіз жазатын болсаңыздар, мысалы Ерғали білім, emailіңізді көрсетіңіздер, Ерғали білім mail.ru, паспорт және мынау төмендегі агри, яғни келсем деген бассаңыздар болды. Енді біз қазір не істеп жатырмыз? Біз қазір сервер өзіміздің ботымызды, яғни кодын серверге қоямыз. Сервер ол әрдайым орындалып отырады. Мына жерде ашып көрсем, бұл жерде сізде әзірше еш нәрсе жоқ, яғни тегін пустой. Енді осы жерге сіздер міндетті түрде жоғары жағында веб деген басасыздар. Бұл жерде вебті басқан кезде төмен жағында, осы вебтің төмен жағында, осы вебті басқаннан кейін мына жерде add new web app деген бар, соны басасыздар. Бұл жерде енді түсіндіреді, бұл сайтқа көбіне әр жерде қолданылады. Бұл жалпы өте керемет бір тегін сайт, ол жақсы. Next басасыздар, мына жерде Flask таңдаңыздар, және мынау 3-8-ді таңдай беріңіздер. Мен оның бәрін көрсетіп өткем. Мына жерде мысалы my site дегенде керек емес, мысалы ол жерде өзіңіздің де шатасып қалмас үшін өзіңіздің боттың атымен бірдей қыла беріңіздер. Next.
сол кезде сізге мынау Ерғали білім, яғни менің папкамның ішінде мынандай бір автомат түрде питонның файлын құрып берді. Ол үшін енді сіз төмен жағына, қайтадан төмен жағына мынау go to directory деген бар, яғни папкаларыңызға барасыздар. Барып сол жерде мына төмен жағында мынау сіздің есім бағана құрған файлыңыз аты бар. Бұл әзірше бос файл, яғни ішінде бір қосымша бір нелер, бұның бәрін өшіріп тастасаңыздар болады. Осыны өшіріп тастап, өзіңіздің мына жердегі толықтай көшіріп, өшірге мынау керек емес. Толықтай көшіріп, өшірге қойсаңыздар, және сақтасаңыздар. Енді бұны сақтағаннан кейін сіздер бұл енді қазір сізде серверде сақталып тұр, бірақ әлі жүктелген жоқ, яғни бұны әлі орындамайды. Ол үшін сіз орындау үшін консольна, яғни біз не жерде консольда болса, бұл жерде де batch деген бар, яғни соған кіру керек. Ол үшін сіздер мынау қайтадан homeға кіріп, мына жерде home'да кірсеңіздер, жерде консольдар бар. Консольға басасыз. Консольдің төмен жағында жерде batch деген бар. Batch'ты басасыз. Batch'ты басқаннан кейін мына жерде түрлерін таңдайсыз. Бұл жерде түр емес, бірден барады екен. Міне, егер сіз естеріңізде бар болса, бағана локальныйда қалай орнаттыңыздар, дәл бұл жерде тура солай орнату керек болады сіздерге. Ол үшін мен сізге мына бағана көрсеткендей мына жерде қайтадан көшіріп, мынау Python 3M, яғни environment'ты көшіріп мына жерге қойсаңыздар, enter басып, бұл жерге автомат түрде жаңадан бір environment, жаңадан бір машина құрып береді. Сол құрған машинаның ішіне сіздер негізгі библиотекаларды орнатасыздар. Мен көшіріп қоя салайын. Бұны активация, яғни бұны әрдайым активация ету керек. Қазір орнатып жатыр. Орнатып болғаннан кейін мына жерге сағаттың уақыты көрсету керек. Сағаттың уақытын көрсетті. Мынаны басын. Енді активация жасадыңыздар. Активация жасалғанын сіз мына жерде жай ғана көрсеңіз болады. ENF деп арқылы. Енді сізде әзірше freeze деп басатын болсаңыздар, бұл сіздегі орнатылған библиотекаларын көрсетеді. Егер қарасаңыздар, әзірше сізде ешқандай да бір библиотека орнатылмаған. Енді сізге сол үшін мынау библиотеканы орнатыңыздар. Мынау локальныйға сіз орнатқан дәл орнатылғандай өшерге де тура солай орнатасыздар. Міне өздері таңдайды, интернеттен барады, көшіреді, соңында көшіріп болған соң сағатты қайтадан көрсетеді. Сағат көрсетті. Енді өшерге ls деген нәрсе бар. Бұл сізде папканың, яғни папканың ішіндегі файлдарды көрсетеді. Мұны қарап отырсаңыздар, үздік бот деген мына жерде бар. Бұны жүктеу үшін, яғни запустить ету үшін Python 3 деп, мысалы, Python 3 және осы үздік бот py деп басатын болсаңыздар, бұл жүктеліп жатыр. Мына жерге маған келіп жатыр мына жерде. Егер де мына жерде бір қандай да бір тоқтату керек болатын болса, Ctrl-Z-ті басатын болсаңыздар, бұл тоқтатады. Мысалы, сіздер үшін бұл мына жерге бір мен оңай осы консольға қаншалықты дұрыс емес, яғни жүктелгенін көрсету үшін мына жерге мен қайтадан осыны көшіріп алып, мысалы бір жерлерде өзгерту керек болатын болса, ол кезде мына үздік ботты қайдан ашып, мына сіздің көрсететін файлыңыз. Осы жерде мысалы мен осы дұрыс запустить print қоя салайын, нерге мен қояйын. Біздің бот жүктелді, жұмыс істеуде. Осыны мен сақтап қоя салайын, сейвті. Енді бұны мен қайтадан Python 3 үздік бот py деп басатын болсам, қарап отырсаңыздар, мына жерде міне біздің бот жүктелді, жұмыс істелуде. Яғни сіздің қазір ботыңыз жұмыс істеп жатыр деген сөз. Мысалы, мына қосылған тең. Немесе мысалы мынандай жазатын болсаңыздар, бұл сіздің автоматты түрде санап береді. Қандай символдан? Жалпы тіпті факториал болсын. Жалпы үлкен стандартта шығарып, жоқ, бұл жерде қате теңді қалдырып кететін болсаңыздар, онда сіз бұл автомат түрде символдарын санап береді. Мына жерде факториал 20, қате жазылған екен. Факториал 20 тең. Сонда қарап отырсаңыздар, 20-ның факториалын шығарып берді сізге.
Жалпы енді мынаны сіз ешқашан жалпы өшіріп, бұл өшірсеңіз де ешқандай кедергісіз жұмысын атқарып жатады. Яғни бұл жерде кәдімгі математика амалдарды оңай шығарып беріп отыр. Қарап отырсаңыздар, тез, жылдам. Жалпы бүгінге осы. Рахмет, сау болыңыздар.